Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Әрбір пікірлеріңіз мен үшін де және кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Кіші інісі Сәбиттің қолынан хатты алған бойда Гүлнардың жүзіне күлкі үйірілді. Хат танымайтын бауырының әдемі бүктелген конвертті умаждаған күй әпкесіне бере салғаны қызық. Тәп-тәтті балақайдың кішкентай тәттіге алданып, шаба жөнелгеніне Ағабекте мәз-мейрам. Үй маңынан 3-4 адым әріректе жайқалған қарағайдың жуан діңгегіне жасырынып, ғашығының қимылын терезеден бағады. Күндегісін кешкілік сол қарағаймен бір қауышпаса көңілі көншімейді. Гүлнарды көрген алғашқы күннен ақ көзіне оттай басылған сұлудың аққұба жүзі, қиылған қасы, қою қара шашы, биязы мінезіне есіге де ғашық болған. Жоғарғы сыныпқа жаңадан келген қалалық жігітті ауылдың батырлары жақтыра қоймайды. Мектепке үйренісу Ағабекке оңайлыққа соқпай, бірде соққыға жығылса, бірде өзі біреуді сабады. Ер шекіспей бекімес дегенде құрдастар ақыры түсінісіп, достасып алғандай. Ер жігіттер Ағабекке қырын қабақ танытқанмен, қыздар жағы сымбатты жігітке қылмыси қарады. Қыздардың илтипатын жиі сезінгенмен бозбаланың көңілі сол-сұлуды. Ашылып сөйлемегенмен, кірпігін қаға, өзін, езуін шамалы ширатқаны Ағабектің жүрегіне үміт беріп, майда жағып қоя беретін. Қыздармен араласып ешкімді өзіне етене жақындатпайтын сұлудың әкімнің қызы екенін білгенде, үмітінен күдігі күшейе түсті. Себебі күйеуден қайтқан қыздың артынан еріп келген ұлға басқа әкімнің қызы тие қоймас деген ойы әріге кетті. Сәлеметсің бе деймін? Не? Қапияда аузына сөз түспей, сан соққандай абдырап қалған Ағабек күлім көз Гүлнардың сәлемін жауапсыз қалдырды. Жігіттің бейжай күйін жақсылыққа жорыған бойжеткеннің көңілі жайлы. Ағабек өзі-өзімен алысып жүргенде қыздың тәтті сезімі желдің жылы лебіндей бойды шымырлатып барады. Жанындағы сыныптасы жалғастан олар өте көкірек жандар. Оларға махаббаттан байлық қымбатырақ, есің барда еріңмен теніңді тап деген сөздерді жиі еститін. Қалайша, менде көңілі бар ұқсайды. Ғашықтығым көзсіз махаббатқа ұласа, мен олы сезімге төтеп бере алар ма екен? Деп өзіне жауапсыз сұрақтарды қарша бұрытатын. Гүлнардың айдай жүзіне қараса бітті тұла бойы елжіреп, тілі тұтығып, сөйледен қалады. Бірнеше рет артынан байқатпай аңдып жүріп тұратын үйін көріп алды. Қарағайды пана тұтып түнделетіп қыздың тере жақтауына көз тастайтын. Бір партада отырмаса да бір сыныптың ішінде ақ демдерін таралтып, ботадай кірпіктерін қаға қарап, үнсіз тілдесетін. Сезімдері деп жігіттен алғашқы хаттың хабары жетті. Сені сабақтан соң аулада күтем деген жазбадан соң қоңырауды ұзақ күткен жастар. Күміс қоңыраудың ащы үнінен соң өздерін қоярға жер таппай қобалжи бастаған. Сыныптастары бірінен соң бірі тысқа шығуға асығып жатыр. Үйлеріне асықпайтын екеуі ғана. Дәптер қалам сабын сөмкесіне салып, орнынан тұра бергенде Ағабек, бізге аулаға шығудың қажеті жоқ секілді, деп қызды өзіне жалт қаратты. Иә, деді де ақша беті ду ете қызарған Гүлнардың жанына жақындай түскен жігіт, дайындалған бір сөзін айта алмай кібіртіктеп тұрып қалды. Оларға артық сөздің қажеті жоқ сықылды. Себебі ғашықтың тілі тілсіз тіл демеуші еді, ертеректе ақын ағаларымыз. Бастарын тік көтер алмай, жасқана қарап тұрған екеуінің алғашқы кездесуінің шырқын кептірген Мақпал апай. Бірдестен айқайға басып ескерту жасады. Міне, сол кезден бастап, жастардың арасындағы байланыс арта түсті. Сабақтан шығарып салып, кеш батса болды Гүлнардың үй жағына барып, сыртына бақылауды әдетке айналдырған Ағабектің болашағы талай сынақтарды күтіп тұрған еді. Толқындай қара шаштарын сипап, сұлудың қолын ыстық алақанмен әдейі қысып, ұстап алғанда ыңғайсызданып, денесімен атқа шегінерде кейін танытып, Гүлнардың әрекеті өзіне жарасып ақтыр. Ағабек болса, гүлім, әне-міне дегенше екеуміз мектепті аяқтап,
Әрқайсымыз өмірден өз жолымызды табуымыз тиіс. Гүлім, кеудесін кере терең күрсінді де. Мені де жарқын болашақ, бас қаладағы менмін деген жоғары оқу ғимараты тосып тұр. Бірақ, айта ғой жарығым. Маған салса сенің жаныңда мәңгілік жүре бергім келеді деді. Ағабек сүйген қызының көздеріне тік қарап, сен үшін әкең барлық жағдайды жасап, болашағыңды ойлап алаңдауда. Шіркін, менің де әкем бізді тастап кетпесе. Анам басын төмен салып төркінге лашсыз келмегенде, мен де алаңсыз жүрер медім. Түсінесің бе? Мен жүзеге шығып, аяқтан тұрып алмайынша саған үйрен алмайым. Қайта екеумізде ара қашықтықты дұрыс пайдаға асырып, жағдайымызды түзеп алсақ жақсы болар еді. Демен болашаққа өздерінше жоспар құрды. Бірақ тағдыр олар түзген тізімдегі дәптер деймісіз. Оқиға мүлдем басқаша өрбіді. Жас түлектер мектептен ұшқан бойда Гүлнар келіскеніндей әкесінің көмегімен оқуға түсті. Ал Ағабектің жиған ұпайы жетіңкіремей, тегін гранттан қағылып, ақылы бөлімге оқуға қаржылай мүмкіндігі болмады. Ауылдағы дүкендердің біріне жүк тасушы жұмысына кіріп, келесі жылы өтетін кешенді тестілеуге өзінше дайындалып жүрді. Қаланың өміріне оңай үйренген Гүлнарға тек сүйіктісімен бұрынғыдай жиі ұшыраса алмай, сағыныштан сарғайды. Әр жұма ауылға жүгін жинайтын Гүлнардың құпиясынан жанындағы құрбылары да хабардар болған. Демалыс күндері асыға күтетін Гүлнардың есілдерді ауылда қалған сүйіктісінде. Сабаққа деген зейіні мүлдім төмен. Жанындағы құрбыларының көмегімен сессиясын тапсырып, әупірімдеп шәкіртақыға тартылатын. Қысқа демалысқа шыққан бойда ауылға қайтып, сүйіктісіне асыққан Гүлнарды Ағабекте сағат санап тосып жүрген. Әдеттегідей жеке көлігімен ауылдың көшелерінің шаңын аспанға көтере, теке үйінің қақпасынан бір-ақ келіп тоқтайтын сүйіктісінің басқа студенттер секілді автобуспен ауыл басындағы аялдамадан түсіп қалып, мен қаладан келдім дегендей мақтанған кейпін көрген емес. Қазіргідей ұялы байланыс телефондары екінің бірінде емес. Қызымен хабарласып тұру үшін әкесі қымбат тұрса да қолына ұстатып қойған. Ағабек амалын тауып Гүлнарға қоңырау соғып, кешкісін кездесуді жоспарлады. Анасы мен әкесіне еркелеп, мауқын басқан Гүлнар бауырларымен де шүйіркелесіп, жігітімен кездесуге дайындық жасады. Айнаға ұзақ қарап, таранып сыланып қаладағы дүкендерден алған қымбат қызыл көйлегінің бел жағындағы тартпасын қаттырақ тартып қояды. Көптен көрмеген сүйіктісіне құлпырып бару үшін ерекше сәнденіп жасанып, үйіндегілерге сыныптас құрбыларымен отырысқа барамын деді де, амалын тауып шығып кетті. Тағатсыздана сүйгенін күтіп қолындағы бір тал раушан, гүлінің қайта жұпар иісін иіскелей, менің гүлім сенен де жұпар аңқиды деп, шансыз табиғат гүл иесімен сөйлесіп тұрды. Немене? Мені кездесуге шақырып алып, өзің мына гүлмен сөйлесіп тұрмысың? Деп назданат бұртиған еріндер Ағабектің еріксіз күлкісін келдірді. Гүлім ау, саған әлемнің ең әдемі ғаламат гүлі де тең келмес. Сен менің ғана бақшамды жайқалуға тиіс жауқазынсың. Келші бәрмен, алтыным, сағындым ғой өзіңді деді де, құшағын жайып гүлін қаусыра құшақтап алды. Екі жас махаббаттың тәтті шарбатына мас болып, ал қызыл еріндер бір-біріне оңайлықпен ажырай қоймады. Ара ғашықтық екеуін әбден сағындырып қойған ау. Қызыл көйлек киіп, белін қынамалаған бойжеткенде жігіттің қатты қолдары қайта-қайта қысып, құшақтай бергені. Сүйіктісінің көздеріне телміре қараған Ағабек, жаным, гүлден де сұлу сүйіктім, білесің бе? Мені бір ой қатты толғандырып жүргені. О не жаным? Мен сені жоғалтып аламын ба деп қатты қорғам. Тіпті кей кездері бұл жағымсыз ой миыма кіріп алып, ұзағынан тұрақтап қалады. Сенің менің теңім еместігіңді ойласам, жұдырықтай жүрегім шарқ ұрып, тыным таппайды. Айтшы шынымен де мені риясыз сүйемісің деді. Сүйем. Сенсіз мына өмірдің мәні жоқ. Тағы қанша рет қайталайын жаным. Мына кіп-кішкентай жүрегің байыз табу үшін сені қалай сендірсем екен? Сендім. Саған қалай да қол жеткіземін. Керек болса ертең-ақ әкеңнің алдына барып, қолыңды сұрауға дайынмын.
Жоқ, олай деуші болма, бізге әлі ерте. Мен дайын емеспін. Оның үстіне қалада оқуым бар. Аяқтап дипломыма қол жеткізген соң, сенің адал жарың болам деп, сүйіктісінің райынан қайтуын өтінді. Ғашықтардың назы таусылар емес. Десе де уақыт шіркін бір орында тұрсын ба. Таңды арайлап атып келеді. Гүлнар дереу үйіне қамданып жігіттің құшағынан ытқып тұрды. Шығарып салуға қамданған Ағабекке осында қала берші. Әкем көріп қойса деп қорға сөйледі. Қанға бас иттерден көже бұзақыларынан тап боларсың ақымағым деген Ағабек Гүлнарды жалғыз жібермеді. Үйіне жақындай бергенде бірін-бірі қимай, құшақтары ажырамай тұрған қашықтарды таңертең сапарға аттанған әкім мырза байқап қалды. Көлікке мінген бойда шопырына бөгелуді бұйырды да, сүйіктісін көлегейлеп тұрған қызына қарады да ашуға булықты. Үйге жүгіріп кірген қызының алдынан шыққан анасы тікке түсінер емес. Артынша кері бұрылып, сұсты қабақпен үйге ентелеген отағасына не болды деп, сұрақты қарша боратқан әйеліне: қызың не істеп жүр? Сен не тәрбие берудесің? Түнде үйге қонбай таңды біреумен атырып келіп тұр. Ал сен болсаң, не болды дейсің? Айт, не болды? Масқара, елге не бетімді айтпақпын? Деді. Анасы сасқаннан: кім екен ол оңбаған? Қандай жігіт? Танимысың? О, жаратқан, бұл не мазағың? Ей, Гүлнар, опасыз қыз, аш есігіңді. Көрсетейін саған жігітпен жүргенді деп, үйді басына көтере айқайлай жөнелді. Іс сапардан келген соң мен сендермен жақсылап сөйлесермін деген әкім мырзаны басқада маңызды жұмыстар күтіп тұрды. Ата-анасынан бәрібір қолдау таппайтынын әуе бастан-ақ жүрегі сезген Гүлнарға анасы да қарсы шықты. Сенің есің дұрыс емес шығар. Сол қара жаяу сенің теңің беді. Көзіңді ашып қарасаң, айналаңда небір әкеңнің жора жолдастарының баласы көз қиығын салып, құданда салайық деп жүрген жоқ беді. Шыныңды айт, әлгі оңбағанмен араларында бір нәрсе болды ма? Деп қызын сұрақтың астына алған анасының есі шықты. Жоқ, мама, мені кім деп тұрсың? Кездескеніміз рас, менің арым таза. Мен Ағабекті сүйемін, басқа ешкімнің маған керегі жоқ деді. Қайдағы махаббат? Көзіңді аш қарағым. Мына заманда ешкім махаббатқа бас айналып үйленбейді, бәрі есеппен. Өз орныңды біл, теңіңді тап. Сені жас деп жүрсек, мұрнымыздың астында жігітпен жүрген екенсің ғой, деді де анасы Гүлнарды бөлмесіне қамап тастады. Бауырлары әпкесінің жағдайына алаңдап, анасының кешіруін өтінсе де Нұргүл райынан қайтпады. Әкесі келсе қалайда бұл мәселенің оң шешімі табылар деумен, өз бетінше әрекетке көшпеді. Қолындағы ұялы телефонынан тартып алып, ішіндегі хаттарды бірінен соң бірін оқып шығып, жастардың махаббаттарының тамыры біразға саялап қалғанын аңғарады. Бірнеше күннен соң үйге оралған отағасының көңілі көтеріңкі. Нұргүл жолдасының не болғанын сұрамай-ақ: қызымыз қайда? Деп дереу Гүлнарды шақыртып алды. Әкесі келген бойда анасынан да қатты сауалдың астына алып, жазалайтын шығар деп қорқып, баспалдақтан аяңдап түскен қыз оны мүлде басқа жаңалық тосып тұр еді. Әке, қош келдіңіз. Үйге шаршамай жақсы жеттіңіз бе? Деді Гүлнар. Қызым, шүкір. Кел, отырсаңшы. Дастархан басына. Деді де сөздің басын: қызым, байқаймын, бой жетіп қалыпсың. Сені тұмсықтыға шоқыттырып, қанаттыға қақтырмай аялап өсірдім. Сенің өз ұяңнан ұшатын уағың алыс емес сияқты. Сенің қолыңды сұраушылар аз емес, десе де сені өз қолынан ұзатып, досым Сәкеннің ұлы Азатқа берсем деймін. Деп Гүлнардың жүрегінің қағысын одан да қатты шиілетіп жіберді. Әкесінің табанды сөздеріне аяғын тарта жауап тартқан қыз: әкешім, мен ойлап алаңдайтыныңды білемін. Сіздің досыңызда ұлы да тым жақсы адамдар. Бірақ менің ұнатқан жігітім бар, мен оны сүйемін. Деп айтқаны сол еді. Анасы қызының бетінен шапалақпен тартып жіберді. Бұның көзін шел басқан. Әкесіне не оттап тұр? Біле білсең, біз сенің болашағыңа алаңдап отырмыз. Әлгі жігіт сымағың сені шын сүйетініне сенімдісің бе? Тоқтат, бізді жерге қаратсаң, қызың екен демеймін.
ақ сүтімді кешпеймін деген анасының сөздері қатты айтылды. Үн-түнсіз ата-анасына қарсы келе алмаған Гүлнар сөз байласуға келісім берді. Сол-ақ екен, үлкендер той қамына кірісіп, құдаларымен сөз байласты. Сүйіктісімен қалай байланысқа түсерін білмеген Ағабек қайта-қайта Гүлнарға қоңырау шалды. Өшірулі, неге? Тыныштық болса игі еді. Қалай, не істеймін? Жаратқан бір жолыңды көрсете көр. Деп қол жайып отырғанда есіне Гүлімнің кіші бауыры оратылды. Қолына қағаз бен қаламсапты алды да, бір жапырақ қағазға жан сырын ақтарып жаза бастады. Ғашығының үйіне жақындап інісінің тысқа шығуын тосты. Кәмпитке алданатын балаға қатты ұстату қиынға соқпады. Жауапты күтіп отырғаны сол еді. Артынша умаждалған хаттың артына жазылған 2 жолды оқыды да тістеніп тұрып қалды. Ұмыт мені, мен сені сүймеймін. Қатты шынымен де Гүлім жазса, онда бәрі бекер екен. Кәмпитін жеп тауыспаған бауырынан, шынымен де бұл хатқа әпкең жауап берді ме? Деп қайталап сұрай бергені. Кішкентай баланың өтірік айтуы мүмкін емес. Я деді де, үйіне шаба жөнерген балақайдан жалғандықтың табы да жоқ. Салысуға кеткен жігітке көп ұзамай сүйіктісінің ауқатты отбасының келіні боларын құлағы шалды. Іштегі сансыз сауалға жауап беру біреу ғана. Сүймеді, бәрі бекер. Мен оның теңі емес едім, деді де, өзін жегіде жеп, тұңғиықтың түбіне түсіп кетті. Бір үзік нәр татпай, аштан-аш жатқан баласының жағдайының алаңдаған анасы да күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айрылды. Балам, бір қыз үшін бәрін қойым, өлуге дайындалдың ғой. Менше, туған анаңның халі не болмақ? Тұрш, тұра ғой. Жазмыстан ожымыз жоқ, маңдайына сол қызбен қосылды жазбаса шара нешік. Жетер енді, жұмысыңа бар. Қасым, сені неше күннен бері іздеп келді. Ел жұрт естісе, онсыз да бас көтере алмай жүрген біздерді. Бірі байдан қайтып келсе, екінші аспандағы айды аламын деп дәметіп, масқара болды десер. Өзіңнің қаншалықты жігерлі екеніңді дәлелдеп, аяқтан нық тұратын бол. Әкімсімақ кісіміз әлі қызын саған бермегеніне өкініп, сан соғып қалатын болады деп жұбататын. Айтқандай-ақ анасы арқасын қағып сенім білдіргені Ағабектің өмірге деген құлшынысын арттырып, алғаннық қадам басуына сеп болды. Гүлнарды аялы алақанына ұзатқан әкім мырзаның қуанышында шек жоқ. Екі ортада жорға жүріп беделі екі есе асқақтайтынына сенімді еді. Жаңа үйленген жас жұбайлар Гүлнар мен Азаттың отбасылық өмірлері басталып кетті. Сыңарынан айырылған жүрегі жаралы аққудың басқаны бақытты етуі тұрмақ, өзінің жастығы жастан құрғамады. Азат балалық шағынан Гүлнарға үйленуді ойлаған. Әрине, кішкентай бала отасуды қайдан білсін. Ата-анасының сенің келіншегің дайын, басқаға көз сүзуші болма деп, күнделікті құлағына құйған сөздерін санасына мықтап құйып алған. Ер жеткен шағында да көңілі түскен қызды ұнатып тұрып, болашақ жарының таңбалап, маңдайына жазып қойғанын ойласа бітті. Күрсініп қоя беретін. Бір жастықта бастары қосылғанмен жүректері алшақта. Гүлнардың бар ойы, есіл дерті сүйіктісінде. Неге? Мені сүйем дегені қайда? Халімді бір керіп, көруге тілдесуге жарамағаныма? Деп Ағабекті іштей жазалап, іш құса болады. Ғашығының қапияда тотығыстай торға түсіп, бір көруге зар болған Ағабектің хатына жазылған анасының жауабын қызбай-құс қайдан білсін. Сұлу жарының жанында болғанымен, жүрегі басқа деп соқып тұрғанын Азат жақсы сезетін. Қашанғы іскен қабағы және дәмсіз тамағына өтірік көлгірсісін. Даусын қаттырақ шығарып, әйеліне қаттырақ озбырлық көрсете бастады. Сырт көзге балаларын бақытты көрсеткен ата-аналары үшін мансап маңыздырақ. Әкім мырзаның дәурені дүркелеп тұрғанда, қызының бұрынғы сүйіктісі Ағабекті анасымен қоса жер аударып жібереді. Оған себеп төркіндетіп келген Гүлнәрдік екі көзі төрт бола жігітінің үй жағына алаңдап, сыртынан болса да көріп қалатыны. Гүлі тұрмысқа шығып, сезіміне селкеу түсірген күннен-ақ Ағабектің махаббатқа деген көзқарасы мүлдем өзгеріп кетті. Қыз атаулыға сенбей, ендігі ешкіммен тағдырын тоғыстырмаспын деумен өзіне серт берді. Әупірімдеп жүріп оқуын аяқтап, білікті маман атанды. Ерік жігерінің арқасында жұмысты сый құрметке бөлене бастады.
Шыншылдығы мен жауапкершілігінің арқасында басшылықтың көзіне түсіп, ақырындап билікке көтерілді. Аудан, облыс бойынша сұранысқа ие маман Ағабекке қайда барса да есік айқара ашық. Дастарханы жайылып отыратын. Барған жердің бәрі де қыздарының қолын ұсынып, сендей ердің төресіне тұрмысқа шыққан қыздың басында беселі бағы болар деп арқасынан қағатын. Ағабектің анасы да егде тартып, байырғы күш қажыры келмеске кетіп барады. Ұлына күндегісін: балам-ау, бір басыңды екеу қылсам, мына жұдырықта жүрегім байыстығып, шаным тыныштылар ма еді? Жасың болса 30-дың ордасын бұзар, арманда кетемде деп қорқам дейтін де отыратын. Анасының көңілін түсірмесі үшін бір бұйырғаны тұрған болар апау деп әзілмен жауап қатады. Гүлнар мен Азаттың отасқандарына бірнеше жылдың көлемі өтсе де, үйлерінен сәбидің иісі аңқып, іңгілеген үні шыға қоймады. Бармаған бақсы балгері, емделмеген дәрігері жоқ. Менмін деген мықты дәрігерлердің өзі екеуіне дендерің сау. Күтіңдер, бәрі де бір Алланың қолында деп шығарып салады. Немере аңсап шар құрған Азаттың әке шешесі құдаларымен сөзге келетінді шығарады. Құдағилардың арасында артық әңгіме жүріп, сыпсың өсектер пайда болды. Қыздарын әбден жігітпен жүріп, әбүйірден жұрдай болғасын, ұялмай бізге ұзата салдыңдар деген айыптар тағыла бастады. Үйде күнде ұрыс, күнде дау. Енесінің бұрынғыдай қызым, қызым деп майдалап сөйлегені есінде де қалмапты. Кейбір келіндер келсап болып келеді. Сен де солардың тобынансың деген сынды жағымсыз мақалдары жиып алып, шетінен Гүлнардың шүйкесіне тиіп айтып отырады. Келіншегіне жаны ашып араша түсуге тырысқан Азат болса анасынан аттап кете алмады. Бірде енесі мен жолдасының сөздеріне тосынан куә болып, естігенде шалқасынан құлады. Балам, Азат, сен әлі жап-жассың. Білем, кезінде ақмақ болған екенбіз. Әкімсімақтың қызына үйленсең дәуренің түркерер ме десем, кейін кетіп барасың. Қуанышың балаңда жоқ. Әлгі олпа әйел тым құрыса тышқақ немере туып бермеді. Қабағы бір ашылмай адам жақтыртпайтынын қайтерсің. Мен тойдым. Мен кетемін. Ана келін үйден кетсін. Таңдау өздеріңде деп тоқтерін айтты. Бөлмесіне жүгіріп барды да шабаданына киімдерін салып төркініне тайып тұрмақ, Гүлнардың жолын кес-кес деген күйеу кетпеуін өтінгенмен енесі қарсы. Түбегейлі қарсы. Азатқа жолдан қаш, деді де келініне. Шайдан жай кетпейсің, кетсен бірден Ахаж бөліміне барып арыз бер. Сендей келімнің болғанына қаламаймын. Кетсең үйден біржолата кет. Баламның басын ертерек босат, деді. Гүлнар ләмим демей, Азаттың үйіне апарып тастаймын деген сөзіне қарамай, тіке таксимен үйіне қайтты. Ескертусіз төркіндетіп келген қызының мұңы жүзіне таңданбаған анасы іштей бір жамандықтың боларын сезгендей. Тыныштық па, қызым, шай жүрсің бе? Не болды? Әлде әкеңді шақыртайын ба? Деген анасына қарағысы да келмей. Жоқ, осымен бәрі бітті. Мен енді сіздердің жан достарыңыздың келіні емеспін. Түк күйде тұрғысыз, бос кеудемін мама. Балада туа алмаймын. Менің құрсағымда жүрегімде қаңырап бос тұр. Азаттың менен басын ажыратып алғаны дұрыс болды. Оның ешқандай кінәсі жоқ. Ол да бақытты болуға лайықты. Кешіріңіздер мені. Сіздерді жерге қараттым деп қайталай берді. Жоқ қарағым, сенің түкте күнәң жоқ. Бәріне біздің бақай есебіміз кінәлі. Дейін десе, тілі құрғыр күрмелі. Анасы қызына басу айта алмай, кібіртіктеп тұрып қалды. Тыныштандыратын дәріні мөлшерін көптеу беруге тура келді. Өксігін басалмай бөлмесінде арлы-берлі сабылып, бір кездері бауыр әкелген сүйіктісінің қысарғайған хатын тауып алды. Хатта, гүлім, гүлдердің ханшайымы. Сені бір сәтке көре алмасам, жаным пайыз таппайды. Терезеге бір қарап, толқындай қара шаштарыңды көрсетсең, менен бақытты жан болмас, деп жазып аяқтапты. Есінде. Хатта кеудесіне басты да Ағабекті ойлап, терезенің түбіне барды. Әсірінде сүйгенін ешқашан жүрегінен шығарған емес. Қарағайдың түбінде ғашығы тосып тұрғандай, асығыс терезені ашып, қарайған бейнені байқады. Ағабек, бұл сенбісің? Иә, гүлім. Мен ғой, құлай сүйген ғашығым,
Кел, жақындаш маған. Жаным, сағындым сені. Сенсіз көрген күнім қараң, ішқұза болғанымды қалай айтып жеткізер екем. Гүлім, гүлім ау, гүлім менің. Келші құшақтайын, келе ғой алтыным дегені. Сол еді терезенің жақтауын көйіріп, екінші қабаттан секіргелі тұрған Гүлнардың сандырақтап тұрғанын байқап қалған бауырлары аман алып қалды. Анасы қызының бетін шапалақпен тартып қалды да, тезірек есін жию үшін күресіп жатыр. Дәрінің салдарыма жоқ, әлде ғашықтықтың айықпас дерті болар. Гүлнар көзін ашты да, Ағабек, деп бауырының бұлыңғыр бейнесін құшақтап, қайта есеңгірей берді. Анашым, айтшы, бұл менің сүйгенім бе? Ағабек мені іздеп келіп қасымда отыр ғой, я? Деп қайталағанмен соңында жеке аурулар палатасынан бір-ақ шығады. Келіншегінің жынданып кеткенін естіген Азат қамқорлық танытпақ болып анасының рұқсатын алмақ еді. Шындыға жындыханадан орын табылыпты, маған дені дұрыс келін керек деген ауыр сөзге қалды. Қызының басына түскен нәубетпен елдің қарғысы әкім мырзаны жүзеге шығармай, ақыры орға тықты. Қызметінен босап еш жерге қызметке орналаса алмады. Біз кездері жасаған озбырлықтары алдынан шығып, аузына құм құйды. Ал шіреніп, түкірі жерге түспейтін бәйбішесі бірақ күнде қадірінен айырылып, көкірегі табандап қала берді. Ағабектің лауазымы көтеріліп, жұмысы алға басқанмен жеке өмірі құрдымға кетіп жатты. Ел жұртқа бір сұр бойдақ атанып, қыз қырқынның көз жауына айналған. Ағалардан бас екеу болмай, мал екеу болмас дегенде ақылдары жиі естігенмен, шірек шіркін ешкімді қаламаса қайтпек. Жалғыз ғана Гүлінен айырылып, басқа ешкімнің жұпар иесін алмастыра алмаған жігіттің анасы да солып барады. Жағдайы нашарлап жастайында көрген қорлығының бәрі миын айналдырып әкетердей. Кеуі, яғни Ағабектің әкесі озбыр, адуынды, шадақ кісі болған деседі. Екі күннің бірінде әйеліне қол көтеріп, төмпештеуден рахат алады екен. Қорлыққа шыдай алмаған әйел баласын сүйрелеп, төркін жағалап келген. Кеткен адамды қашанда қаралайтын халықпыз. Сыртынан өсектеп жеңіл жүрісті әйелге айналдырып, күйе жағып, жазықсыз жазаланған анасы қартайғанда жүйке ауруларына шалдықты. Анасына ең мықты психиатрларды көрсетті. Және психологтарды шақыртып, емдеткелі жүргенде күтпеген жерден тосын кездесуге тап келді. Емханалардың білікті тәжірибелі маман іздестіріп жүріп, Гүлнардың ем қабылдап жатқан жеріне келді. Бірнеше минут кідіретін баяндаған дәрігерді тосуы керек. Ауладағы бақшада жайқалған гүлдердің жанындағы орындықтарға жайғасып, ойланып кетеді. Кенет көз алдына біреу бағынан үзіп кеткен гүлі елестеді. Ішінен, жоқ, ол менің гүлім емес. Менің гүлім баяғыда мені тастап, өзгенің бағында жайқалып тұрған болар деп, бұлдыраған көздерін оқалап қайта анықтап қарай түсті. Бір өзі, ешкіммен тілдеспейді. Тек тізесін құшақтап теңселіп отыр. Шыдай алмай өтіп бара жатқан медбикеден әлгі науқас жайлы сұрап еді. Бұл байғұс біздің Мәжнүнінен айырылған ләліміз. Тек қана қарағайдың түбінде теңселіп, өзімен өзі сөйлесіп отырады деп жауап берді. Өзін сабырға қанша шақырғанмен ештеңеге мұршасы соқпаған Ағабек дәрігерді күтпестен кері қайтты. Жол жөнекей өткенді ой елегінен өткізіп, ғашығының балбұл жайнаған жүзім елестетті. Шынымен де әлгі қыз менің гүлім болса ше, деген ой жанын жеп жарады. Неге? Тағдырға не жаздым? Гүлім, сен бақытты едің ғой. Неге мені қинауыңды қоймайсың? Деп жол жиегіне тоқтады да өксігін тия алмай, жылдар бойы жиналған шерін шығарып, жылай берді. Жол жиегінде қанша тұрғаны белгісіз, арқасын ауыр зіл басқандай, көздері ісініп, жүрек күрсінуін қояр емес. Қақпаның алдына көлігін қойып даңғарада үйге кіріп бара жатып, неге мен жалғызбын? Мына қарғыс атқыр үйді кім үшін алдым? Қарахан қу басыма бұл үй неге керек? Қайда менің аяғыма оратылған балаларым? О жаратқан, менің сүйген жарым қайда? Мейлі, ендігі сүйе алмаспын. Бірақ қайда сол әйел, үйімнің берекесін кіргізіп, мені сарыла тосатын? Қайда? Қайдасыңдар бәрің? Деп қолына түскен затты лақтырып, сындырып, өз-өзіне кетті.
Анадай жерде алжасқан ана есі ауысқан ұлына қарап, қорыққаннан айқайлап жіберді. Дереу есін жиғандай болып, анасын бауырына басқан Ағабек жұбатқандай маңдайынан сүйіп, сол түні анасының аяғында ұйықтады. Ертеңіне бойына күш бітіп, өзін сирек сезінген жігіт анасын алдыда кешегі емханаға қарай тартты. Бір белгі жүрегіне тылсым күш сыйлап, көп сұрақтың жауабына бүгін нүкте қойылардай дамылдап барады. Анасын жетектеп Гүлнарды емхананың палаталарынан іздестіре бастады. Бірақ гүлі жоқ. Қайда кетуі мүмкін? Кешегі жағдайына қарағанда бүгін шығып кетуі мүмкін емес деген Ағабек бақшадағы қарағайдың түбіне қарай жүгіре жөнелді. Көрді, сол баяғы нәзік, жібектей нәзік, үлбіреген нәзік, өзінің гүлі екен. Өзгенің гүлін өзінікі деуге келеме. Бәлкім басы бос емес шығар деумен, кері шегініп, артқа қадам басып еді. Келдің бе? Деп тіл қатқан Гүлнардың мұңлы жанары Ағабектің жүрегін елжіретіп жіберді. Гүлім, иә, сені іздеп келдім. Үнсіздік орнынан атып тұрып, қашығының мойнына асылған Гүлнардың ессіз әрекеті Ағабектің тырнышын қашырды. Тоқта, сен отбасылы әйелсің. Мұның дұрыс емес. Мен сенің өміріңді құртқым келмейді. Деп сасқанынан Гүлінің тағдырына алаңдай берді. Гүлнар болса, үндеме. Осы уақытқа дейін қайда жүрдің мені іздеме? Сүйемін дегенің қайда? Білесің бе? Менің қалай қиналғанымды деді де, моншақтап аққан жастарын жасыра алмай жаңбырша жасын төкті. Жүрегі жылынып кетердей толқыған Ағабек Гүлін қайта құшқанына сене алмай, тебіреніп, тынысы тарылып бара берді. Іштегі тұнған сансыз сұраққа жауап іздеген қос ғашық құшақтарынан жіберер түгі жоқ. Жігіттің жағасын жасқа малыған бойжеткеннің кеудесіндегі өксігі басылар емес. Кенет Гүлінен денесін кері тартқан жігіт сөзге келместен ашуға мінді. Сен маған опасыздық жасадың. Мені сүйемін дедің де, өзің өзгенің құшағына кірдің. Адал жарың боламын деген сертің қайда? Мұнда неге сандырақтап отырсың? Қайда сол сүйгенің? Балаларың қайда? Бөтен еркектің мойнына асыла берер ауруың бар ма еді сенің? Деп ыза көрнеген өкпесін тоқтата алмады. Ағабек, қайдағы бала? Қандай күйеу? Мен оны сүйгенім жоқ. Қайта мен саған ренжуім керек. Артымнан үйіме бірде-бір рет іздеп келмей, қалай ғана өзіңше шешім қабылдайсың? Өтірік, көлгірсіме Гүлнар. Саған жазған хатымның жауабы әлі есімде. Деп жауабын оқып еді. Естігеніне сен алмай, есеңгіреп қалған Гүлнар қайта есін жоғалтты. Бірнеше сағаттан соң көзін әрең ашқан Гүлнарға Ағабектің сөздері шайналған кассета сынды жаңғырып естіле береді. Қолынан қысып ұстаған анасына, мама, ол маған хат деді ғой. Ол қандай қарғыс атқан хат? Бәріне айыпты бір жапырақ хат болғаны ма? Менің өмірімді тас-талқан қылған не хат еді ол? Деп жаны шығып, мазасыздана бастаған қызына шыдай алмайған анасы Нұргүл шындықты айтып, бәрін өз орнына қоймаққа бекінді. Дәлізге жүгіріп шықты да Ағабектің көлігіне қарай ұмтылды. Тоқта балам. Сендер білмейтін бір шындықты айтпасам өзімде ешқашан кешірмеспін деді. Қолынан тартып жүріп қызының палатасына кіргізді. Ғашығын қайта көрген Гүлнар бетін көрпемен тұмшалап, теріс қарап жатып алды. Анасы Нұргүл, қызым, Ағабектің хатына жауап қатқан мен едім. Кешіріңдер мені. Маған қандай жаза берсеңдер де көнейін. Бірақ мен не үшін ұлы махаббаттарыңды құрбан қылмаңдаршы. Негізінде барлық шындық осы, мен ғана кінәлі, сендердің түк кінәларың жоқ. Деді де екеуінің қолдарын ұстатып, күрсініп, сыртқа шығып кетті. Ағабек Гүлінің қолдарын сол баяғыша қатты алақанымен қысып ұстап, маңдайынан емірене сөйді де, Гүлім, кешір мені. Деп ендігі ешқашан жіберместей қолына көтерді де өзімен алып кетті. Медбикелердің сөзін елемей, көлігіне отырғызды да үйіне тартты. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.